Жылдың 20 шілдесінде көпқабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатынан Ақнар есімді бойжеткен құлап кетеді. 21 жасар Ақнар құлай ма, әлде шарасыз қызды өзге біреу қасақана итеріп жібере ме? Марқұмның анасы былай дейді. Оны екеуі алдымен әптен қинаған, ұрған, соққан, есінен тандырған. Сәлем достар. Марқұм болған Ақнар жайлы қазір бүкіл әлеуметтік желіде талқылап жатыр, өлімі жайлы. Жалпы оқиға былай болған. Ақнар 21 жасында қайтыс болған 2024 жылдың 20 шілдесінде. Ақнардың құрбылары болған, яғни Қытай азаматтары, екі азаматша. Есімдері Рана және Дидар деген. Ақнар Дидарға хабарласып, соның үйінде отырмақшы болады. 3 қыз. Сөйтіп кешкі сағат 8-дерді шамасында Рана екеуі лифтіден шығып, Дидардың үйіне қарай беттейді. Содан кейін Ақнардың өлімі, яғни терезеден секіргені или болмаса Ақнарды лақтырып жіберген деген тұжырым пайда болды қазіргі таңда интернетте. Себебі жұмбақ болып тұр. Өлімінің себебі жұмбақ болып тұр. Оқиға былай болған. Сол жерде 3 қыз. Өлімі неге жұмбақ? Себебі Ақнар өмірге ғашық қыз болған, 5 тіл білетін болған және ірі компаниялармен жұмыс жасаған. Ақнар және университетте оқыған. Бұл құрбылары Ақнардың 4 жылдан бері құрбы болған. Дидар деген қыз өзінен 2-3 жас па үлкен, ал Рана деген өзінен 1 жас қана кіші. Олар Қытай азаматшалар болған. Олар бірге жүретін болған, бірақ бұндай ситуация болатын Ақнар әрине білмеген, артынша өлетін. Ақнар өзі бизнеспен айналысқан қыз, Қытайдан товарлар әкеліп, киімдерді сататын болған. Яғни бизнесте жүргеніне 2-3 жылдай болған, анасының айтуы бойынша, және успешная болған карьерасы. Анасының айтуы бойынша бұл 2 қыз Ақнарды көре алмаған, қызғаныштан осылай өлтіріп отыр деп тұжырымдайды. Ал 2 қыздың біреуі Дидар деген азаматша. Естуімше ол қыздың жігіті или қазір күйеуі бар. Аяғы ауыр деп те жатыр сыбыстар бойынша. Ол қыз енді осы резонанс туғаннан кейін адвокатын дайындап, естеріңізде болса, Шерзаттың сотында бой көрсеткен бір адвокат бар, Пальманов деген. Кейін ол жоқ болып кетеді. Осы Пальманов деген адвокат Дидардың адвокаты қазіргі. Білмеймін енді бұл кісі қалай ол қызды жақтап отқан, ақшаға сатылды ма дегенде тұжырымда бар. Осы Дидар деген көреміш шоуды жүргізген Руслан Өтепбайдың YouTube каналына шақырылады. Сол жерде сұхбат береді. Сұхбатында айтады Дидар деген қыз: Ақнар өзін өлтірді дейді. Өзін шашын жолды, өзінің тырнағын өзі кескен шығар. Біз білмейміз, Рана екеуміз одан таяқ жедік дейді. Енді бұл ақылға сияма? Ойлап қараңыздаршы. Қыз өзін өзі ұрады екен, өзін өзі тырнап тістейді екен. Мысалға тістің іздері ішінде, бір басқа жерлерінде бар. Оған қалай ішіне ол тістейді? Мына бір видеода Ақнар өзіне қол жұмсайын деп атқан видео. Бұны Дидар түсіріп алған бұрындары. Оказывается, бұл видеода да қысым көрсеткен екен Ақнарға. Мына жігіт зорламақшы болған, сол үшін Ақнар шықпақшы болған деген. Естуімше Ақнардың өлімінен кейін 2 қыз, Дидар мен Рана деген қыз, 1 апта өтер-өтпестен TikTokқа шығып, жаңағыдай тырқылдап, жырқылдап, сондай қыдырып, ештеңе болмағандай болып жүреді. Қытайдың бір блогері соны салып қояды, яғни қандай олар жеркенішті адамдар, өздерінің құрбылары өліп жатса да дым болмағандай жүр дейді. Даже бұлар көңіл айтып бармаған Ақнардың қазасына, жерлеуіне. Кейін анасына да звондамаған, тек 70 миллион беріп, милицияға істі жапқызған. Бұл істі жапқызып тастаған негізі. Бірақ анасы тоқтамай резонанс жасап, интернетке жариялап, бұл іс қайтадан қозғалып жатыр. Ақнардың өлімі жайлы не ойлайсыз? Ақнар өзі секірді деп ойлайсыз ба? Әлде оны қасақана өлтірді деп ойлайсыз ба? Өлтірсе не үшін өлтіруі мүмкін? Пікір жазып кете салыңыз. Астына комментарийға өз ойыңызды жазып кетіңіздер. Мен Ақнар жайлы үндей алмадым, себебі интернет
әлемде шулап жатқандықтан халыққа шындық керек.